Заңдастыру бұл жалпы декларация алдындағы соңғы әрекет. Заң бойынша заңдастырылғалы тұрған меншікке салық кешірімі қарастырылған. Бұл дегеніміз қаражат пен меншік құнынан 10% кіріс салығы алынбайды. Бүгінгі таңда қаражатты заңдастыру тәртібі жеңілдетіліп отыр. Енді оларды екі жол арқылы заңдастыруға болады. Их через банковские счета и использовать на любые свои. Енді қаражатты екі тәсіл арқылы заңдастыруға болады. Біріншісі кірісті банк шоттары арқылы көрсету, не өзінің керегіне жарату. Мәселен, бизнеске қосу, жылжымайтын мүлік алу, немесе жай ғана алу. Айта кету керек, бұның бәрі 10%-дық салықсыз жасалатын болады. Екінші тәсіл, шет елден қолма-қол айналымдағы қаражатты олардың есеп шоттарын көрсетпей заңдастыруға болады. Бірақ бұндай жағдайда 10% төленеді. Мүлікті заңдастыру әлдеқайда жеңілдетілді. Енді ел аумағында орналасқан мүлікті заңдастыру үшін мемлекеттік кірістер органдарына тиісті құжаттар мен декларация тапсырған жеткілікті. Шетелдегі мүлікті заңдастыруды дәл осылай жүргізіледі. Бүгінгі таңда жалпы сомасы 3,45,400 теңгеге заңдастырылған мүлік Қазақстан Республикасынан тыс орналасқан мүлік болып табылады. На сегодняшний день Бүгінгі таңда қала бойынша 8 арыз қабылданды. Заңдастырылған ақшаның сомасы 1,453,208,000 теңгені құрайды. Айта кету қажет, қылмыс нәтижесінде алынған кірістер заңдастырылуға жатпайды. Заңдастыру 2014 бағдарламасы 31 желтоқсанға дейін жалғасатын болады.